5 жылдың ішінде егіледі. 1,5 миллион. 1,5 миллион тонна 5 жылдың ішінде егіледі. Оған 1 миллиард 700 кетеді негізі. Ол 1 миллиард 700 мысалы біз бюджеттен ексек, бюджеттен қарасақ, жылда бюджеттен негізі біз 2 мыңға жуық, 200 мыңға жуық талға қаржы қарастырып жатырмыз. Бұл ГЧБ проектінің қабылдауына байланысты бұл 1 миллиард 700 миллиард теңге біз бюджеттен бөлмейміз. Ол өзінің есебінен істейді. Тегін бізге. 1,5 миллион ба? 1,5 миллион тегін береді. 5 районға бөліп береді. 5 районға бөледі. Біз мемлекет не береді бұға? Мемлекет только содержаниесіне бөледі, қаржы бөледі. Ал 1,5 миллион талға жиырма бастары мынандай сіз әдемі жауап бересіз. Мынаны былай етейік. Бірлескен комиссияға дайындалып келіңіздер, сөзді біраз әріптестеріміз болады, бұны талқылайық бұны тереңдеп. 76 миллиардқа жалпы құны ГЧП проекті жалпы құны 76 миллиард теңге. Соның 8%-ын ол қайтарымсыз инвестиция құйып жатыр. Қайтарымсыз. Ерлан бастары мынандай қараңыздар. Осындай сіздер әдемі айтып келесіздер да, өткенде де ГЧП-ны әдемі айтып келдіңіздер, кейін талқылаған кезде көп шикіліктер шықты. Одан да сол бұны асықпайық, бұны нақтылайық, әлі уақыт бар ғой бізде. Нақтылап тұрсақ қойып жауап береміз бәрін. Бірінші дайындауға алып келсін бәрін, көрейік, талқылайық бәрін. Жалпы суммасы. Тегін ешкім екпейді ғой, тегін ешкім екпейді өзіңнің. Талғат Дүйсенбайұлы, 76 миллиард 5 жылға. Осының расшифровкасы бар ма? Расшифровкасы бар. Биылға қанша, қандай салаға, мәселеге бөлінеді? Элементарный. Жалпы 76 миллиард 401 миллион теңге 5 жылға, оның ішінде биылға 11 миллиард 332 миллион теңге. Оның ішінде 5 ауданға және партиялар болып 6-ға бөлінеді. Бұл жылда бюджеттен бөлініп келетін қаржы, бюджеттен бөлініп келетін қаржының көлемі ұлғаймайды. Просто біз 5 жыл жинап айтқан екен көп көрініп отыр. Жаңа инвестиция осы 76 миллиардқа жеңіп алған мердігерлер 8% өзінің жеке инвестициясын салады. Ол 8%-ы 6 миллиард 300 болады. 6 миллиард 300-ді біз бюджеттен қайтармаймыз. Енді қайтарымсыз. 76 миллиардтың ішінде не кіреді? Тек ағашта, суару жүйесі кіреді, насостар кіреді, ұңғымақ кіреді. Қайтарамыз жоқ, бұл жерде шикіліктер өте көп. Бұны бар ғой сіз жарқақ газетке шыққан бәрін алып келіңіз. Қалдай ол әшейінге біреу тегінен істеп бермейді ғой табы. Оған пайда болып жатыр, не істеп жатыр оны? Оның бәрін талқылайды. Келесіне қалдырайық. Келесіне қалдырайық, ертең басымызда бәле болады. Ертең кім жауап береді? Депутаттар жауап береді. Ертең 5 жыл бойында жазып, соған комментарий беріп өтеді.